Саламатсыз ба, Айнұр әпке, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Жазылып жатыр ма? Қайсы? Сабақ көрінді ғой? Иә, әпкем. Иә. Ал енді бүгінгі сабағымыз не туралы екенін мынау болжау стратегиялары арқылы біреміз. Болжау стратегиясында мына лупа арқылы сіздер дауыстарыңызды басыңыздаршы. Лупа арқылы сабағымызды болжаймыз. Болжамастан бұрын бірінші сұрағымызға жауап берейік. Рухани жаңғыру дегеніміз не? Послание президента. Послание президента. Хорошо. Жалпы рухани жаңғыру дегеніміз не? Біз осы лупа арқылы, міне қараңыздар. Осында біз не көріп тұрмыз? Не көріп тұрсыздар? Қайсында ол әпке? Көрініп тұрған жоқ қой. Арва, видимо, арва. Засекреченное слово. Лупаның ішін қараңыздар. Рухани жаңғыру көріп тұрсыздар. Тағы не көріп тұрмыз? Сіз көрсетіп тұрған жер ме? Иә, лупамен жүрмін ғой мен. Латын әліппе. Латын әліпбиін көріп тұрмыз. Аха, мынау не? Яғни? Не ғой бұл? Цифр, Латын жазу, латын әліпбиі. Яғни бүгінгі сабағымызды болжаған кезде біз латын әліпбиін өтеді екенбіз. Енді сұраққа жауап берейік. Рухани жаңғыру дегеніміз не? Рухани жаңғыру дегеніміз халқымызға рухани жол көрсететін нақты бағдар. Нақты бағдар, дұрыс. Ал жаңа заман көрінісіндегі тіл мәселесі туралы не білеміз? Жаңа заман көрінісіндегі тіл мәселесі. Тіл мәселесі ме? Иә, тіл. Яғни оған бүгінгі сабағымыздың... Естіліп жатқан. Ау? Естіліп жатқан жоқ. Естілмей жатса екінші сұрақ. Яғни біздің бүгінгі сабағымыз, жаңа сабағымыз латын әліпбиі туралы, яғни қазіргі таңда біздің жаңа заман талабы көрінісі латын әліпбиі болып табылады. Міне, латын әліпбиіне көшу заман талабы. Мақсатымыз латын әліпбиіне көшудің маңыздылығы туралы терең мағлұмат беру, қоғамдық пікір қалыптастыру, қоғамда өздерін көрсете және өз еліне пайдалы бола алатын жаңа қазақстандық патриотизмнің құндылықтары мен мұраттары жүйесін иеленетін патриот ұрпақ тәрбиелеу. Бұл біздің мақсатымыз болып табылады. Енді латын әліпбиіне көшудің тиімділіктерін қарайық. Көрініп тұр ғой жақсы, иә? Иә. Латын әліпбиіне көшудің тиімділіктері әлемдік жаһандану қатарына кіру. Яғни әлемдік жаһандануға кіреді екенбіз. Содан кейін қараңыздар, фонологиялық, лексикологиялық, терминологиялық жағынан дамуына кепіл жасайды екен. Одан кейінгі саласы, мысалы, түркі халықтарының ортақ тілі болып табылады. Медицина саласының тілі және шет елдегі қандастарымызбен байланыс жасайды екенбіз. Яғни латын әліпбиіне көшудегі біздің тиімді тұстарымыз осы болып табылады екен. Енді латын әліпбиі әлемдік өркениетке аяқ басуымызға септігін тигізеді. Кириллица жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады екен. Кириллицамен әлемдегі 12 мемлекет пайдаланады екен. Ал дүние жүзі халықтардың 80% осы әліпбиге көшкен екен. Осының есебінен басқа тілдерді үйренуге мүмкіндік артады. Әрбір жаңа тіл, жаңа әлем болып табылады екен. Оның үстіне латын тілі
жаңа технология тілі және ғаламтор тілі екен. 1929-40 жылдары латын әліпбиінде жаздық. Сол замандағы ұлы тұлғаларымыздың шығармалары мен қолжазбаларын келер ұрпақ қиындықсыз оқи алатын болады. Яғни, бұрын бізде латын әліпбиі болған ғой, сол латын әліпбиін біз енді Құдай бұйыртып, Құдай қаласа, қиындықсыз оқи аламыз. Бұрынғы ұлы тұлғаларымыздың шығармаларын, қолжазбаларын. Енді латын әліпбиінің қолданатын түркі тілдес мемлекеттер қараңыздар. Олар Өзбекстан мемлекеті, Түркия мемлекеті, Түркменстан мемлекеті және Әзербайжан мемлекеті осы латын әліпбиін қолданады екен. Латын графикасын қараймыз енді. Латын графикасын сіздер енді күнделікті жаңағы байқап, қарап жүрген шығарсыздар газет, журналдардан, интернеттерден, е? Жаңа қазақ әліпбиінде 32 таңба бар екен. Бізде кириллицада 42 еді ғой, енді латын графикасында 32 әліпби бар екен, 32 таңба бар екен. Оның ішінде, міне, дауысты төл дыбыстарды атайық. Дауысты ә, міне ә, және ө, ү. Осы үшеуі дауысты ә, ө, ү. Жіңішке дауысты дыбыстар. Осылар акутпен жазылады екен. Акут дегеніміз жоғарыда тұрған таяқшасы. Яғни акутпен жазылады екен. Ал енді ғ және ың дауыссыз дыбыстарды алатын болса, бұлар да акутпен жазылады. Дауыссыздарда ғ мен ың, ал дауыстыларда ү, ө және ә екен. Енді қосар әріптер әліпбидің соңғы жағында тұрады. Қосар әріптер дегеніміз, міне, ш, екі әріпті белгілеп тұр, с және аш, ш және ч. Бұлар қосар әріптер әліпбидің соңғы жағында тұр. Яғни, жеке дара әріптер оқылғаннан кейін, таныс әріптер қосақтау арқылы меңгеріледі. Жаңа қазақ әліпбиінің кемшілігі с әрпі әліпбиде жоқ. Яғни, байқасаңыздар, мына жерде с әрпі белгіленбеген. Біздің кириллицадағы с таңбамыз жаңа әліпбиде белгіленбеген с. Байқадыңыздар ма? Қараңыздаршы. Біздің с кириллицамыз, міне мен көрсетіп тұрмын, ол кириллицадағы с-мыз ағылшын тіліндегі с-пен белгіленіп тұр, е? Ал біздің кириллицаның с таңбасы жоқ болып тұр. Бірақ мынау ч-дағы с мен х бұда қосылып, ч белгісін білдіріп тұр. Яғни қосар әріп болып тұр. Әліпбиде 32 әріп болып тіркелген екен. Келесі. Осы латын әліпбиінде бізде жоқ әріптерді атайық. Жоқ әріптер міне ю, я, ц, экскаватор, йо, жіңішке белгісі, айыру белгісі және ш. Щетка дегендегі щетка. Осы әріптер латын әліпбиінде жоқ екен. Латын графикасында. Енді екі әріп бір таңбамен беріліп отыр. Қарасаңыздар, байқасаңыздар, хат дегендегі х-да және қаһарман дегендегі х-да бізде аш белгісімен белгіленіп отыр. х. Екі х-да бір х-мен белгіленіп отыр. Дәл сондай тағы да екі әріп бір таңбамен беріліп отыр. И әріпті, дауысты и және дауыссыз и әрпі, міне, мынандай и әрпімен белгіленіп отыр. Екеуі де бір таңба болып тұр. Түсінікті ғой? Аха. Енді, дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптер. Дауысты дыбыстар бізде 9 дауысты дыбыс бар екен. Мыналарды атап көрейікші, бұлар латын әліпбиімен жазылып тұр. А, ә,
Е, Е, О, У, Ö, 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 O, O, Ö, Ü, O. Ö mü? A. Ö. A. Ыдыс дегендегі A. Енді дауыссыз дыбыстарды атайық. B, D, B, D, aha, F, E, G, G, H, 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 aha, I, İ, J, J, K, K, L, 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 M, M, N, N, M, N, N, R, N, ой, P, T. R, Vay H, be. K, R, F, R, S, S, T, T, V, V, U, U, Z, Z, Ş, Ş, Ç. Ş. Ç. U'ды байқасаңыздар, U'да акут бар екен. Ал Ы дыбысында тура У сияқты жазылады, бірақ акутсыз жазылады екен. Байқадыңыздар ма? Ya. Енді И және У әріптердің емлесі. Төл сөздерде, мына сөздерді оқиықшы. Ай, аха, Үй, аха, дұрыс. Ойшыл, дұрыс. Аха. Ойшыл, Тәукеле, Тәукеле, жақсы. Тәукеле, Демеуші, 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 Қауын, қауын, дұрыс айтасыздар. Дәл сондай мына жақта сөздер берілген. Дауыссыз дыбыстарды және дауысты дыбыстарды табу керек. Дауыссыз дыбыстар төл сөздерде қайсы дауыссыз дыбыс? Ай дегендегі. İ, И, İ, үй, И, ойшыл, İ. ойшыл, И, сәукеле, Сәукеле, Belli. U. У, С, У, К бәрін атайтын болсақ, бұлар дауыссыз дыбыстар болады екен. Жарайды, келесі тапсырмамызға кетейік. Кирилл әріптері шетелдік сөздердің емлесі. Қараңыздар, Йо әріпі бізде мынау Ö әріпімен таңбаланады екен. Мысал келтіретін болсақ, маневр деген сөзіміз маневр болып жазылады екен. Маневр болып айтылады. Брюсселөз, актер, амода, дирижер, режиссер. Міне, енді актер деген сөзге қосымша жалғайық. Оқиық. Актер, Актерден, аха. Актер, Aktörge. Örge, Актерлер, яғни Ö дыбысын жазамыз. Дәл солай, амеба. Амебаның, Аха. Amöba. Дұрыс, жақсы. Келесі. Дирижер. Дежордың, Аха, дирижер. Лер. Өте жақсы. Енді Ц әрпі және СЦ әрпі тіркесі С әрпі арқылы жазылады. Бізде сценарий деген сөздер бар, солардың барлығы және цирк дегендегі Ц, осылардың бәрі С таңбасымен таңбаланады екен. Мысалы, оқиық. Цирк деген сөз. Цирк, цифр. Цифр. Цилиндр. Нет, балалар, цилиндр емес, цилиндр, С деп оқимыз. Цифр. Миллиард. Циркул. Циркуль, ага. Медицина, абзац, конституция, ага. Цех, цех емес, цех, сценарий, абсцесс, плебисцит. Жақсы. А что такое сценарий? Сценарий деген сценарий болады. Қатар келген С әріпі ТС тіркесі арқылы таңбаланады екен. Мысалы, пицца, ницца, міне. Ницца. Енді ТЧ дыбыстар тіркесімен аяқталған сөздердегі Т әрпі түсіріліп жазылады. Мысалы, скотч,
Bizde t harfi түсіп қалады екен. Скотч. Ç dыбысы айтылады да, жазылады да, t harfi түсіп қалады екен. Т түсіп қалады. Скотч, иә. Аха. Sketch, match. Скетч. Матч. Ш әрпі төл сөздерде қосарланған екі ш әріп тіркесімен жасалады екен. Яғни қосарланып жасалады екен ш әріптермен. Ал шетелдік сөздерде ш әрпімен таңбаланады. Мысалы, қараңыздар. Аш. Екі ш белгіленіп тұр. Байқадыңыздар ма? Аш дегенде екі ш. Аш. Сол сияқты тұш. Бұл төл сөздерде қолданылады екен. Екі қосарланған ш болады екен. Тұш, екі ш. Кеше, екі ш. Міне. Енді шетелдік сөздерде, яғни кірме сөздерде ол бір ш болып жазылады екен. Училище. Училище және прапорщик. Жақсы. Әрпі әрпімен жазылады екен. Деген экскаватор дегендегі әріптер бәрі таңбасымен таңбаланады екен. Элемент, элеватор, эпопея, поэтика, коэффициент. Ескерту. Аяқталатын сөзде әрпінің орнына и жазылады. Мысалы, алое деген сөз бар ғой? Алое. Алой болып жазылады. Көрдіңіздер ма? Алой. Каной. Каное деген сөз каной болып жазылады екен. Енді ю әріпі и у әрпімен тіркеседі екен. Аю. Ю әрпін көрдіңіздер ма? И мен у мен тіркеседі. Аю. Ою. Оқиды. Юпитер. Юпитер жақсы. Юрмала. Каюта. Дұрыс, жақсы. Ал дауыссыз дыбыспен жіңішке белгісінен кейін келетін болса, әрпімен таңбаланады екен. Жіңішке бізде жіңішке дауысты дыбыс бар ғой? Парашют. Абсолют. Глюкоза. Бюджет. Сюжет. Компьютер. Ютер. Нет, ю айтпаймыз. Компьютер. Айтпаймыз ба? Сюжет. Бюджет. Айтамыз. Ескерту енді. И әрпінен кейін тұрған ю орнына у жазылады. Қию. Кию. Дию. Я әрпі и және а әрпінің тіркесі арқылы жазылады екен. Яғни қоян. Ялта. Ялта. Соя. Идея. Жақсы. Ал дауыссыз дыбыстан кейін а арқылы жазылады екен. Аккумулятор. Муляж. Заряд. Калькулятор. Ескерту. И әрпінен кейін тұрған яның орнына а жазылады. Иден кейін, мына и әрпінен кейін а жазылады. Қияр. Сия. Түркия. Жария. Жіңішкелік белгісі, яғни жіңішкелік белгісі бізде орысша айтқанда мягкий знак, жіңішкелік белгісі бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады. Яғни бағана айттық қой, жіңішке латын әліпбиінде жіңішке дыбыс жоқ, жіңішке белгіміз жоқ. Осыған орай біз жіңішке дауыстыларды ғана жазамыз. Мысалы, роль емес, мынау. Пароль. Асфальт. Пульт. Король. Гольф. Альбом.
Мына сөздерде жіңішкелік белгісі естілмейді. Енді қараңыздар, жаңағыда жіңішкелік белгісі естілгендіктен біз жіңішке дауыстыларды қойдық. Енді мына сөздерде жіңішке белгісі естілмейді. Брон, монастыр. Монастыр. Жіңішкелік белгісімен келген буын құрамында е, и әріптері бар сөздерде жіңішкелік белгісі ескерілмейді. Акварель, стиль, Ledger. лагерь, лагерь, Фильм. Фильм. Аномастикалық атаулар мен мағынасына нұқсан келетін сөздерде жіңішкелік белгісінің орнына и әрпі жазылады. Пьер, пьеса. Д-Ж әрпі тіркесі бар сөздерде Д әрпі түсіріліп қалады екен. Қараймыз. Д әрпі түсіріледі, Ж әрпі қалады екен. Менеджер. Менеджер. Д жоқ, байқасаңыздар. Менеджер. Джинсы. Джинсы. Джентльмен. Джентльмен. Д-Ж әріп тіркесінің арасынан. Ескерту. Так, ана дауысты басайықшы. Д-Ж әріп тіркесінің арасынан буын жігі өтетін және сөз мағынасы өзгертетін жағдайда Д әрпі сақталып қалады. Сақталып қалатын жағдай. Бюджет. Бюджет, одан кейін лоджия. Лоджия. Жақсы. Лоджия. Сөз соңындағы қайталанған қосар әріптің біреуі түсіріледі. Яғни бізде класс дегенде екі с жазушы едік қой. Міне байқасаңыздар, класс екі с болу керек, бірақ оның біреуі түседі. Холл дегенде екі л болады, оның біреуі түсіп қалады. Грамм және береді. Сөз ортасындағы қайталама дыбыстардың, мына дыбыстар с, м, яғни екі әріптер қатар келетін болса, білдіретін әріптердің бірі түсіріп қалады. Мысалы, шулап жатсыздар сіздер, жай қойыңыздаршы. Патиссон, комиссар, ресор, Профессор. профессор, процессор. Бір с түсіп қалыпты, байқасаңыздар. Сөз мағынасы өзгертетін жағдайда жаңа қосарланған дыбыстар сақталып жазылады. Өзгертетін жағдайда. Эссе, масса. Екі и мен аяқталған сөздердің соңында бір ғана и әрпі жазылады. Екі и мен калий, мысалы, калий. Калий. Алюминий. Натрий. Кафетерий. Кафетерий. Бір и жазылады екен. Сөз аяғындағы с-ті мягкий знакпен жаңағы жіңішкелік белгісімен келеді. З-ді әріп тіркесінің соңғылары түсіріліп жазылады. Қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады. Журналист, одан кейін коммунист, Манифест. ведомость. Сөз соңындағы нг, нг деген әріп тіркесі ң әрпімен жазылады. Қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады. Паркинг, боулинг, рейтинг. Оған қосымшаны жалғайтын болсақ, паркингнің, паркинге, паркингні, паркингде. Жақсы. Ағылшын тіліндегі түп нұсқасында W әрпімен басталатын кейбір сөздер U әрпімен жазылады. Мысалы, WhatsApp. Wiki. Ятсап сияқты да просто. Жоқ, WhatsApp. Википедия. Веб-сайт. Википедия веб-сайт. Жақсы. Енді латын графикасына негіздеу арқылы, яғни латын графикасына көшкенде біздің ұтатын тұстарымыз тіл тазалығы сақталады екен. Тіліміздің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады.
және әліпбидегі басы артық таңбаларға қатысты емле ережелерді саралады және түркі әлемімен байланысты нығайтады екен. Нәтижесінде тіліміздің тар бұғаудан босатады тілімізді, жаһандануға жұтылудан сақтайды, түйіндей келе ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деген екен Ахмет Байтұрсынов. Енді тапсырма. Берілген мәтінді латын әліпби негізінде жазыңыз. Әнұран мәтіннен үзінді. Бұны енді қазір бізде уақыт тығыз. Біз бұлайнан оқиықшы. Ал оқиық. Елім емес, елім. Елім менің, Елім менің, гүлім болып егілемін. гүлім болып, Жақсы. жырың Төгілем, болып, туған гүлім жерім менің. туған жерім менің. Жақсы. Енді Абай жолы романын біреуміз оқиықшы. Аружан оқышы. Өшіп қалды. Өшіп қалды ғына. Ау, Қазір. Уақыт бітті кетіп қалдық әпке. Қазір. Міне. Оқимыз, Аружан. Әпке менде аппақ болып тұр ғой. Интернеттің. Кімде көрінді? Арман оқышы. Үш күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне шәкірт бала барын салды. Жақсы. Қорықтан Күн шыға. күн шыға атқа Қорықтан күн шығуға, деп асыққанды. Шыға атқа мінейік деп асыққанды. Тексерейік, дұрыс па? 3 күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне шәкірт бала барын салды. Дұрыс, е? Қорықтан күн шыға атқа мінейік деп асыққанды. Жақсы. Енді екінші тапсырма, төмендегі әріптерді қатыстырып 12 сөз жазып шығыңыз. Біз тез атап шығайық 12 сөз. Осы сөздерді қатыстырып 12 сөз құрау керек. Идея жоқ қой ма? шу. Шу дейсің ба? Шу, дұрыс. Біреу кетті. Нұртөре айтты, шу. Ту. Ау? Т жоқ қой бұл жерде. Аты жоқ үй. Жу. Апе, ку. Ху, дұрыс. Құй. Әпке шам. Жу. Жуды айттық. Оң. Шаң, дұрыс, Аружан, дұрыс. А жоқ қой, ә ғой ол. Аружан, ә. Жай. Ой, о жоқ. Жай, шай. Жай дейсіз ба? Шай дейсіз ба? Жарайды, алайық. Бар ғой, күріспат. Тыныш саламыз, балалар. Tamam. Әй. Әй, дұрыс. Әй, сөз. Их именно между собой надо или можно любые? Апе, Между собой. өнің қасына қандай әріп? Лимай. Ма. Жу. Жу. И. Жуды айттық. Жарайды, балалар. Жақсы. Келесі. Бейне көріністі көріп, латын графикасының маңыздылық жайлы айтайық. Латын графикасының маңыздылығын айтайық. Қазір бейне көрініс көреміз. Естіліп тұр ма? Қатты тұр бак. Дауысын қасаңыз, Апе. Добавьте громкость. Әпке дауысы жоқ. Видео звука это отсутствует. Дауысы жоқ па не? Нет, звука нет видео. Ау? Видео дауысы жоқ. Просто немое кино сияқты. Менде шығып тұр, онда да сіздерден шықпай жатыр онда. Наверное. Жарайды, онда келесін жасайық.
Онда келесі тапсырма балалар. Бірге жазылатын сөздер құрастырамыз. Міне. Осыны? Сен ол видеоны, Айнұр. Ага. Сен ол видеоны вырежь и сол группаның чатына жібере сал, все равно пусть просмотрят. Хорошо. Все. Міне, мына жерде үш қатарда не тұр? Сөздер беріліп тұр, қосымшалар. Осы бойынша сөздер құрастырамыз. Біріншісі бау, кес, Кеспе. Екіншісі қос. Қос мекен. Ой, жоқ. Дұрыс, қос, Қос мекен. мекен бәкі. Қос мекенді. Ага. Үшіншісі. Бүкіл одақтық. Арман қалай дедің? Бүкіл одақтық. Дұрыс, бүкіл одақтық. Өнер тапқыш. Өнер тапқыш, Аружан жақсы. Ага. Алып сатқыш. Қыш кетіп қалды. Қыш кетіп қалды, өнер тапқышты. Алып, сат. Кетіп қалды ма? Алып сатар. Алып сатар, жақсы. Сатты. Қол жазба. Қол жазба. Енді біз тексерейік. Латынша жазылған, латын графикасымен жазылған. Оқып шығайық. Қос мекенді. Бүкіл одақтық. Өнер тапқыш. Сатар. Қол жазба. Дұрыс тауыппыз, е? Жақсы. Мәтін. Мына мәтінді оқиық. Қалай жазып кетті? Ерсұлтан, мәтінді оқышы. Ерсұлтан. Все, қазір. Берілген мәтінді оқыңыз. Кезінде қазақ тілі білім даму нығызда кезінде Білім дамуына әріп белгілерін кетіп қалды әпке. Дұрыс, әріп белгілерін әріп таңбасы деп қолға да қолдарына десеға Мына қосылып жазылып кетті ғой, мәтін бағана дұрыс не істеліп еді? Жоқ. Астындағы тәуірін оқи берейін де. Жоқ, бәл жазып қосып кетті ғой. Қосылып кетті. Айнұра, не істейтін болды? Келесі тапсырмаға кете берейінші енді. Төртінші тапсырма. Я, ю әрпімен келген сөздердің дұрыс жазылған нұсқасын көрсетіңіз дейді. Жарияланым деген сөзде қайсысы дұрыс жазылған? Жаңа я, ю әріптерін айттым ғой мен? Екіншісі әпке. Екіншісі ма? Тексерейік. Біріншісі дұрыс емес екен. Екіншісінде ол шықпады, яғни екіншісінде дұрыс екен. Екіншісі. Қарияны көрейік. Первая правильная. Первая правильная дейді Руслан. Біріншісі. Дұрыс. Біріншісінде шықпады, екіншісінде шығып тұр, үшіншісінде шығып тұр. Яғни дұрыс нұсқасын таптыңыздар. Енді жымию. Ух ты. Второе должно быть. Должно быть второе, көрейік. Екеуі бірдей ғой әпке. Екіншісі дұрыс екен. Таяз. Таяз сөзі. Біріншісі дұрыс па? Біріншісі дұрыс дейсіздер, е? Аха. Біріншісі дұрыс сияқты. Қазір көрейік. Жоқ, үшіншісі ғой. Жоқ. Сонда үшіншісі. Енді тақия. Дұрыс. Қайсысы? Біріншісі, е? Аха, біріншісі дұрыс екен. Тою.
қою. Үшіншісі. Үшіншісі, иә? Жақсы. Жақсы, балалар. Берілген сөздерге тиісті қосымшаны жалғаңыз. Мына жерде қосымшаларды жалғаймыз. Қай қосымша келеді? Бірінші сөзді оқиықшы. Жарияланым. Жарияланым. Соған қосымшаларды жалғайық енді. Жарияланымның. Мынау бірінші қосымша келеді ме? Жарияланымды. Жарияланымды. Үшіншісі келеді, төртіншісі келеді ғой. Оқы, төртіншісін қосып оқы. Жарияланымның. Жарияланымыз дейсің бе?